Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен 6-шы сынып 4-ші тоқсанның номері 1-ші БЖВ-сын талдайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын ең алдымен құрметті көрермендер арнаға жазылып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бұл арнаның дамуы үшін өте маңызды. Енді талдауымызды бастайық. Бірінші есепте тізбек берілген. Бізде 3, 7, 5, сосын бір сан тастап кеткен 21, 18, 19 қатар берілген. Төмендегі ақпараттарды пайдаланып қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз дейді. Енді ол жерді табатын болсақ, ол жер белгісіз деген сөз бізде. Демек ол жеріміз бізде не болады? X болады деген сөз. Енді A-дан не дейді? Бізде шарт бойынша арифметикалық ортасы 13-ке тең дейді. Енді арифметикалық орта дегеніміз ол бізде барлық сандардың қосындысының қанша сан бар соншаға бөлуіміз керек. Енді мысалы барлығын жазып алайын. 3 қосу 7 қосылған 5 қосу x қосу 21 қосылған 18 қосылған 19. Барлығын қаншаға бөлеміз? 7-ге. 7 сан бар, сол кезде 13 шығады екен. Енді мына 6 санды қосамыз, ол бізде қанша шығу керек? 21-ге 19-ды қоссақ 40 шығады. Оған 18-ді қоссақ 58. Оған қосамыз 15-ті. 73 шығады екен. 73 қосылған x тең. Енді мына 7 мен 13-ті көбейтіп тастайсыздар. Былай қарай өткен кезде ол көбейтіледі. Немесе пропорцияның әдісін еске түсіреміз. Ол қанша? 70, 21, 91 шығады екен. X тең, енді 91-ден қаншаны? 73-ті азайтамыз. Сол кезде x-іміз қанша шығады екен? Азайтатын болсақ 18 шығады екен. Міне, A шарты табылды бізде. Енді B. B-да қандай шарт? Өзгеріс ауқымы 37-ге тең дейді. Демек енді әр шартта x-ның мәні әртүрлі табылады деген сөз бұл жерде. Себебі өзгеріс ауқымы дегеніміз тізбектегі ең үлкен санды анықтап, ең кіші санды анықтап азайтамыз. Енді бізде тізбекте белгісіз сан бар x. Сол себепті ол үлкенге жата береді, азайтылған. Ең кішісі бізде 3. Және де ол қаншаға? 37-ге тең болу керек екен. Енді x-ті табатын болсақ, бұл жерде 37-ге 3-ті қоса саламыз. X-іміз қанша шығады? X-іміз бізде 40 шығады деген сөз. Енді S-да қатар модасы 21-ге тең дейді. Енді мода болу үшін ол сан басқалардан қарағанда көп рет кездесу керек. Мысалы 3 деген сан жоқ, 7, 5 басқа сан жоқ. Енді 21 болатын болса мода. Демек x-дің орнында 21 болатын болса, егерде 21 болатын болса, сол кезде тізбекте 2-21 пайда болады да, ең көп кездесетін сан. Сол кезде санның модасы бізде x-іміз 21-ге тең болады деген сөз. Міне бірінші есеп аяқталды. Қоржындарыңызда 5 балл бар. Келесі есепті талдайық. Енді келесі есебіміз алпамыс ақ және көк түсті бейсболкалары дейді. Бейсболка деген ол кепка. Ақ, сары және де көк футболкалар және қара түсті көк джинсылар бар дейді. Егер ол бейсболка, футболка джинсыларын ауыстырып кисе, алпамыс неше түрлі болып киіне алады дейді. Жауабы нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз. Енді мен дайындап қойдым мына жерде. Енді мысалы бұл қанша әдіс бар екен, оны оп-оңай таба салуға болады. Мысалы бейсболка бізде 2, футболка бізде қанша? 3, джинсы 2 екен. Көбейте салсаңыздар 12 нұсқа шығады екен. Осылай барлығын тауып алайық. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетеміз. Себебі бізге нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз деп тұр осындай әдіс арқылы. Енді мысалы ақ бейсболкамен ол ақ футболка кисін, қара джинсы кисін деп есептейік. Енді ақ бейсболка мен ақ футболка көк джинсы кисін деп есептейік. Екі жағдай шықты. Енді ақ бейсболка мен сары футболка және де қара джинсы кисін деп есептейік. Сосын ақ бейсболка, сары футболка, көк джинсы кисін деп есептейік. Төрт жағдай шықты уже. Енді ақ бейсболка мен көк футболка, қара джинсы кисін деп есептейік. Және де міне ақ пен көк қайтадан көк джинсыға кисін деп есептейік. Енді сарымен көрейік. Енді бұл жерде бізде не бар емес пе әлі? Көк бейсболка бар емес пе? Енді көк бейсболкамен ол ақ киді.
және де қара джинсы киді деп есептейміз. Тағы да ақ киеді да көк джинсы киді деп есептейміз. Енді сары футболкаға қосайық, ақ футболкамен киіп қойдыш. Көк пен сары киеді, мысалы көк бейсболка мен сары футболка, қара джинсы киеді деген сөз. Енді көк пен сары киеді, қайтадан көк джинсы кие алады деген сөз. Одан кейін мысалы көк киеді, көк футболка киеді, қайтадан қара джинсы киеді. Сосын көк бірыңғай көк бейсболка, көк футболка, көк джинсы киеді деген сөз. Сөзі осындай сурет шығады сіздерде. Мысалы қызылды қарасаңыздар, бізде қызылдан қанша болды? Қызыл сызықтардан бүйтіп санап шықсаңыздар 6 жағдай шықты. Сары сызықтардан да 6 жағдай шықты. Қосылған 12 дейсіздер. Жоғарыдағы 12 шықты бізде. Енді мысалына көбейту арқылы үлкен сыныптарда бар. Бірақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді үшінші есебіміз шығарайық. Пойыз жолдың 280 км-ін 70 км/сағат жылдамдықпен, екінші бөлігін 120 км-ді 40 км/сағат жылдамдықпен, үшінші бөлігін 150 км-ді 50 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі пойыздың орташа жылдамдығы қанша дейді. Енді орташа жылдамдық, бұның негізі формуласы көп негізі, бірақ сіздерге ең керегі мынау. S1-ді бөлемсіздер. Мысалы, жалпы V-ны тауып үшін S-ті T-ға бөлеміз ғой. S1-ді T1-ге бөлеміз. S2-ні T2-ге бөлеміз. Қосылған S3-ті T3-ге бөлеміз деген сөз. Осы формула бойынша шығады. Енді бізде S-тер бар, міне 280, сосын қанша 120, және де 150. Жәніндегілер олар жылдамдықтар. V беріліп тұр бізде, ал T жоқ. Демек, T-ны табуымыз керек. T1 дегеніміз ол S1 бөлінген қанша болады? V1 болады. Демек, біз 280-ді бөлеміз қаншаға? 70-ге бөлеміз. Сол кезде бізде қанша шығады? 4 шығады. T2-ні табамыз. S2-ні бөлеміз V2-ге. 120-ны бөлеміз 40-қа. Қанша шығады екен? 3 шығады екен. Енді T3. S3-ті бөлеміз V3-ге. Демек, ол жерде 150 бөлінген қанша шығады екен? 50 шығады екен. Ол бізде 3 шығады. Енді S1 дегенімізді жазып қойық, ол 280 беріліп тұр ол есепте. Сосын S2-міз 120, сосын 150 бөлеміз қаншаға? T1-міз бізде 4 шықты, T2-міз бізде 3 шықты, T3-мізде бізде 3 шықты деген сөз. Енді қосатын болсақ, асты 10 шығады, дұрыс па? 280 қосылған 400, 550 шығады екен бұл жерде. 550-ді 10-ға бөліп жасаңыздар, мына 0-мен мынаны қысқарта саласыздар, 55 шығады. 55 километр бөлінген сағат. Бұл бізде не екен оқушылар? Міне. Мынау бізде жауап болады екен. Енді бізде үшінші есебіміз бітті. БЖВ талдау аяқталды бізде. Есептер түсінікті болды деген ойдамын. БЖВ-дан 5 деген баға алыңыздар. Құрметті достар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық, және де өзіңіз сияқты БЖВ-ға дайындалып жүрген достарыңыз болатын болса, солармен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.